Амалдарды орындау қажет. Бірінші өрнек. X минус 3 бөлу 4 немесе 4-тен X минус 3 деп оқимыз. Қосылған 4-тен A плюс 1. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бөлімдері бірдей, яғни ортақ бөлімі 4 болады. Алымдарын қосамыз. Сонда X минус 3 қосу болғанда ештеңе өзгермейді. Екінші алым жазамыз. A плюс 1. Енді ұқсас мүшелерді жинақтаймыз. Ұқсас мүшелер, яғни X пен A-ны бірінші жазып алайық. X қосу A минус 3 плюс 1. Үлкен таңбасы минус 3-тен 1 азайтылады. 2, сонда минус 2 шығады екен. Осындай өрнек аламыз. Келесі екіншісінде. M плюс N бөлу A минус M минус N бөлімі A. Ортақ бөлім A болады. Бір бөлшекке азайтамыз екеуіне. M плюс N минус болған кезде мына бөлшектің алымының таңбасы өзгереді. M минус N болады міне. Минус пен минус плюсті береді. Плюс N болады. Енді M-нан M-ді алсақ 0 болып кетеді. N-ға N-ді қоссақ 2N болады алымында. Бөлімі A-ның өзін жазамыз. Келесі өрнек. Бес X плюс 1 бөлімі 2 минус 2-тен X. Ортақ бөлімі 2 болады. Бір бөлімге жазамыз. Бөлшекке алымдарын азайтамыз. 5X плюс 1 минус келесінің алымы X. Ұқсас мүшелер жинақтаймыз. 5X-тан 1X-ті алсақ 4X қалады. Плюс 1-дің өзін жазам. Бөлімі 2. Төртінші өрнек. X минус 1 бөлу 4 қосылған X плюс 2 бөлу 4 минус X минус 3 бөлу 4. Ортақ бөлім 4. Алымдарын біріншісі X минус 1 плюс екінші бөлшектің алымы X плюс 2. Бұл жерде минус болғанда өзгереді дедік. Минус X болады. Минус пен минус плюс 3 болады. Тең. X-тан X-ті алып тастасақ 0. 1X қалады. Жазам 1X. Плюстарды қосалақ. 2-ке 3 қосқанда 5, одан 1-ді алсақ 4. Бөлімі 4. Келесі өрнек. 3P минус 2Q бөлінген M минус P минус Q бөлу M. Ортақ бөлім M. Алымдарын азайтамыз. 3P минус 2Q минус P болады. Мына минус P минус плюс Q болып кетеді. Жинақтайық. 3P-дан 1P-ны алсақ 2P қалады. Минус 2Q плюс Q. Таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямын. 2-ден 1-ді алам, сонда 1Q қалады. Минус 1Q бөлінген M. Келесі 6-шы өрнек. 2A плюс 1 бөлу V плюс 3A плюс 1 бөлінген V минус A минус 2 бөлу V. Ортақ бөлім V болады. Алымдарын 2A плюс 1 қосу болады. Келесінің алымы 3A плюс 1. Минус болғанда A, минус пен минус плюс 2 болады. Бөлімі V. Ұқсас мүшелер жинақтаймыз. 2A-ға 3A-ны қосқан кезде 5A, 5A-дан 1A-ны алсақ 4A қалады. 1 қосу 1, 2, 2-ге 2-ні қосқанда 4 болады. Бөлімі V. Бізде соңғы өрнек екен.
Амалдарды орындау қажет. Бірінші өрнек a плюс v бөлінген x плюс a қосылған a минус v бөлу x плюс a. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бөлімдері бірдей, яғни ортақ бөлімі x плюс a болады. Алымдарын қосамыз. a плюс v қосу, келесінің алымы a минус v. Бұл жерде аға аны қоссақ 2a болады. V-дан v-ны алып тастасақ 0. Бөлімін өзін жазамыз. X плюс a. Келесі екінші өрнек. V плюс 4 бөлімі a минус 2 плюс v плюс 3 бөлу a минус 2. Ортақ бөлім a минус 2 болады. Алымдарын қосамын. V плюс 4 қосылған V плюс 3. V-ға V-ны қосам 2V, 4-ке 3-ті қосам 7. Бөлімі A минус 2. Үшінші өрнек 1 минус X бөлу M минус N минус 1 минус 3X бөлу M минус N. Ортақ бөлім m минус n. Алымдарын азайтамыз. 1 минус x. Минус болғанда минус 1, минус b минус плюс 3x болып кетеді. Енді 3x-тан 1x-ті аламыз. 2x қалады. 1-ден 1-ді алам 0. Бөлімін өзін жазам m минус n. Төртінші өрнек 3a плюс 1 бөлу a плюс v минус a плюс v-дан 2a плюс 3. Ортақ бөлім a плюс v. Алымдарын азайтамыз. 3a плюс 1 минус 2a минус пен плюс минус болып кетеді 3. Енді 3a-дан 2-аны алсақ 1a қалады. 1 минус 3 үлкен таңбасы минус 3-тен 1 азайтылады 2 қалады. Бөлімі a плюс v. Амалдарды орындау қажет. Бірінші өрнек a минус x бөлу m қосылған b плюс x бөлімі m. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі m, екеуінің бөлімі бірдей. Алымдарын қосамыз. a минус x плюс b плюс x болады. Ұқсас мүшелер жинақтаймыз. a мен v жоқ, басқа өзін жазам. a плюс v, x-тен x азайтылады 0. Бөлімі m. Келесі өрнек a минус 3v бөлімі n қосу 4v минус a бөлімі n. Ортақ бөлімі n болады. Алымдарын қосам. a минус 3v қосу 4v минус a бөлімі n дедік. Сонда n-нен a плюс a минус a 0 болып кетеді. 4v-дан 3v-ны алып тастасақ 1v қалады. Келесі үшінші өрнек x минус bp бөлінген p минус x плюс bp бөлу p. Алымдарын азайтамыз. x минус bp минус x минус пен плюс минус болып кетеді bp бөлінген ортақ бөлімі p-ға тең. Енді мұнда x-тен x азайтылады 0 болып кетеді. Минус bp минус bp 2 теріс сан қосылады. Таңбасы теріс минус 2vp болады. Бөлу p. Енді мына жерде көбейткіштер p мен p-ны қысқартып жіберуге болады. Сонда нәтижесі минус 2v болады. Келесі төртінші өрнек c плюс qy бөлінген q минус c минус 2qy бөлу q.
ортақ бөлім q, алымдарын азайтамын. c плюс q y минус c минус b минус плюс болады 2q y бөлімі q. Енді бұл жерде c-дан c-ны азайтсақ 0 болып кетеді. 1q y-ке 2q y-ті қосқанда 3q y болады. Бөлімі q. Q мен q қысқарып кетеді, сонда нәтижесінде 3y шығады.